білсін әлі, ерте мені кешпе, жер астынан шығамыз, ертелі ме кешпе. Бес бармақ жұмылар, беш бармақ жұтылар, біз қазақпыз, ішімдікке қылмыс тұтынар. Білсін әлі, ерте мені кешпе, жер астынан шығамыз, ертелі ме кешпе. Бес бармақ жұмылар, беш бармақ жұтылар, біз қазақпыз, ішімдікке қылмыс тұтынар. Ал кешарық біздің құрметті көрермендер, біздің каналда бүгін құрметті қонағымыз Kazakh Grammar достарымыз, біздің танысымыз, досымыз, әріптесіміз Сұлтан Бағидолла. Біз бүгін Kazakh Grammar бірге осы түсірімді түсірейін деп едік біздің каналымызға. Сондықтан біз Kazakh Grammar жігіттерінен, әсіресе осы Сұлтан деген досым, одан сұрайын дедік Kazakh Grammar'дың жобасы туралы. Бізге егерде түсіндіріп берсе, оны толықтаса, Kazakh Grammar'дың өйткені сұрақтар көбейіп жатыр, желіде көрген шығарсың. Көп адамдар сұрап жатыр, көп сұрақтар туындап жатыр. Сондықтан біздің тыңдармандарға, біздің тыңдаушыларға, оқып жүрген адамдарға түсіндірме ретінде осы қысқаша видео түсірейін деп едік. Сондықтан менің досым Сұлтан, Facebook желісінде Сұлтан өтеміз. Содан бір сұрақ қойсам, Kazakh Grammar туралы айтып берсең, біздің көрермендерге қалай ойлайсың, өз пікіріңді, өз ойыңды. Kazakh Grammar дегеніміз біз 4 адам болып бастаған жоба, энтузиастар жобасы. Нақты біздің мақсатымыз ол қазақ тілінің реформасы және реформаға сай латын әліпбиін таңдау, қазақ тіліне ең оңтайлы, ең ұтымды нұсқасын құрастыру және сол латын әліпбиіне негізделіп қазақ тіліне жалпы түбегейлі реформа жасау. Қазір енді латын әліпбиіне көшіп жатырмыз деген ресми түрде бұйрық шығарылды. Бұйырса осы 2018 жылдан бастап көшеміз. Бұл реформаның негізгі мақсаты да сол тілді реформалау, тілді заманауи тілге айналдыру, тілдегі қателіктерді жөндеу, сол басты мақсаттардың бірі еді. Біз енді соны жасап жүрміз. Мен тағы бір сұрақ етейін және түсіндіре кетейін біздің көрермендерге. Бұл графика әлі өзгеретін сияқты. Өйткені басында біз диграфиялық графиканы латын алфавитін қарастырдық. Қазіргі кезде апострофты латын әліпбиін қабылдап жатыр. Бірақ та біздің ойымызша неге Kazakh Grammar'да адам таңдау керек? Соны ашып айтайық сізге, неге осы Kazakh Grammar'дың алфавиті ең тиімді және біздің қазақ тілінің төл дыбыстарын ескере отырып, осы Kazakh Grammar жасаған нұсқасын неге қабылдауымыз керек? Неге адамдар осындай таңдауды жасау керек? Сол жайлы қысқаша мәлімдеме берсең, түсіндіре кетсең. Біздің Kazakh Grammar жобасының нұсқасы негізі диакритикалық әріптерге негізделген. Бірақ алайда диакритикалық нұсқаның тағы бір нұсқасы, ол ортақ түрік әліпби немесе тіл білімі институтының тағы бір диакритикалық нұсқасы. Соған қарағанда бізде диакритикалық әріптер саны аз. Барынша азайтылған, тіл заңдылықтарын ескере отырып жасалған. Ал енді парламентте ұсынылған бірінші нұсқа диграфтардан басқаша және соңғы жоба апостроф нұсқасынан қарағанда бұл нұсқа барлық осы қазақ тілінің заңдылықтарына толық негізделген, барлық тұстарын есептеліп жасалған. Енді диграфтың кемшіліктерін бәрін көрді, бәрі түсінді. Сол себепті де оны ауыстырып апостроф нұсқасына өзгерткен. Бірақ алайда апостроф нұсқада енді оның да өз кемшіліктерін көріп жүрсіздер. Интернетте де, мысалы, желілерде көріп жүрсіздер неше түрлі қызықтар болады. Диграфтың әсіресе апострофтың неше түрлі қызықтар бар. Енді бірақ билік өкілдері осы
2 жылдың ішінде апробация жасап ол нұсқа өзгереді деп айтқанмен де оған енді біздің ойымызша қазір нақты бір ең озық нұсқаны, ең ұтымды нұсқасын қабылдап, қазір дұрыс көшу керек деп ойлаймыз да. Уақыт созбай, ешқандай артық эксперименттерсіз. Түсінікті. Біз жаңа ғана Сұлтан досым айтқандай, біз диакритиканы қабылдаймыз. Диакритиканы қысқаша түсіндіре кетсек, диакритика дегеніміз не? Диакритика қай жылдары, қашан пайда болды? Сізге естеріне сала кетейін, диакритика 1411 жылы чех реформаторы Ян Густың арқасында пайда болды. Оның реформация бойынша чех тіліне диакритикалық таңбаларды енгізді. Өйткені біз білеміз, типографиялық таңбалау әдісі бүкіл әсіресе батыс Еуропа елдерінде бар. Бірақ та ол біздің тілдік ерекшеліктерімізді ескермейді. Және де егер кемшіліктерін алсақ, ол біріншіден географиялық таңбалау, ол сөзді ұзартады. Яғни ол не дегеніміз, егер де компьютерде біз енгізсек, онда ол бізден уақыт алады. Одан кейін тағы да сөзді ұзартқанмен 30%-ға делік, кейбірлер айтады 30%, некоторые кейбірлер басқаша да айтады. Одан кейін апострофтың біз енді кемшіліктерін айта кетсек, ол сөзді бөледі. Сөзді визуалды түрде бөліп тастайды. Мысалы, бізде апостроф қолданылған дыбыстар, негізі қазақы дыбыстар, енді қазақ дыбыстар көп қолданылғандықтан, ол сөзде мысалы 3-4 апостроф кездесуі мүмкін. Сонда 3-4 бөлініп кетуі мүмкін. Онда апострофтың бір кемшілігі сол, екінші кемшілігі интернетте, мысалы Google сияқты іздеу сайттарында дұрыс жүргізілмейді, таппайды десе де болады. Одан кейін тағы да бір кемшілігі сол, интернетте хэштегтерді қолданған кезде де ол апострофпен жазылмайды. Сайттардың атында апострофтармен жазуға болмайды. Кемшіліктер көп. Және де тағы да бір кемшілігін айтайын, смартфондарда мысалы жазған кезде апострофтың бөлек батыны жоқ та, бөлек батыны жоқ, оны ауыстыру керек. Ауыстырып, арнайы символдар батынын басып, қайта-қайта өзгертіп отыру керек. Мысалы 3-4 әріптен тұратын сөзді жазу үшін бір 15-16 шақты рет әрекет жасау керек. Сонда бір сөз үшін бірнеше рет онда батынды өзгертесің, тіріне тақтағына нетесің, баптауларына кіресің. Бірақ та тағы бір сұрақ мына жерде. Қазақ граммар енді біз айтып отырмыз, интернет қазіргі технология жаңа дамыған кезде және осы даму серпілісіне біз ілесу үшін қазақ граммар қазақ тілінің ерекшеліктерін ескере отырып, бүкіл қалай айтсам енгізбекші, бүкіл күш жұмсап жатырмыз соған. Және кейбір қазақ граммардан әсіресе сұрайды, неге қазақ граммар Q-ға қарсы? Соған егер қысқаша айтып берсең, неге Q-ға біз қарсымыз? Біздің нұсқамызда енді Q әрпі жоқ. Мысалы қазір көп нұсқада Q дыбысына Q әрпін берген. Бірақ біз ондай шешімге қарсы болып шықтық. Оның басты себебі бұл дыбыс үшін жеке әріп берудің қажет жоқ. Түсіндіріп кетейін, нақтырақ себебі қазақ тілінде фонологиясында К және Қ дыбыстары бір жұп болып есептеледі, алафон дыбыстар деп аталады. Сонда сөздің мысалы жуан жіңішкелігіне байланысты ол К, жіңішке сөздерде К айтылады, ал жуан сөздерде тек қана Қ айтылады. Мысалы қырғыз және кіргіз деген сияқты. Бірақ жазылымында бір К болады. К сияқты Г әрпіде сол екі дыбыс білдіре алады. Г мен Ғ-ны. Г және Ғ дыбыстарын білдіру үшін бір Г дыбыс, G дыбысын, әрпін пайдаланса болады. Ол ыңғайлы, ыңғайлы, алафон болып саналады ғой бір-біріне. Біреу жіңішке сөздерінде, егерде басты әріптерінде, мысалы К-дан басталады, бірақ та кейінгі дауысты дыбыстар, егерде жіңішкеден
созылыңқы немесе жіңішке болса, онда ол к деп оқытылады, ал жуан дыбысты болса, онда ол қ деп оқылады. Сол г сондай, г ол г. Г-да екеуі тура сондай. Тура сондай. Бір жұпты, мысалы, к мен г бір жұп, және к мен қ бір жұп, және г мен ғ бір жұп. Сонда төрт дыбыс үшін екі-ақ әріп қана пайдаланса болады. Бұндай тәжірибе негіз басқа тілдерде бар, өзіміздің туыстас тілдерде бар. Түркмен тілінде бар, қырғыз тілінде бар, татарлар және ноғайларда бар бұндай тәжірибе. Олар мысалы сол арқылы әріптері азырақ та, және бірақ ол дыбыстар ешқайда жоғалып кеткен жоқ. Мысалы бізге қарсылас адамдар айтады, ол егер бір әріппен белгілесек, кейін болашақта қ дыбыстар жоғалып кетеді дейді. Ол ешқандай негізсіз жоқ. Сол түріктердің тілін келтіреді мысалы ретінде. Себебі оларда қ мен ғ жоғалып кетті дейді. Осы латын үшін Ататүрк мысалы соның арқасында жоғалып кетті дейді. Бірақ менің естуімше осы қ мен ғ әріптері мысалы түрк тілінде ол Османлы дәуіріне дейін, Османлы дәуірінде кезінде латын графикасына көшпей тұрып, осы әріптер жоғалды. Сол Стамбул диалектісінің әсерінен, басқа ұлттардың әсерінен ол дыбыстар жоғалып кетті. Оған себеп не, латын графика емес ол? Латын мүлдем оған қатысы. Сонда мен түсінгенімше, егер де біз басқа біздің бауырлас түрік мемлекеттерінің, түрік тілдерінің олардың несін практикасын алсақ, яғни олардың тілдік ерекшеліктері бізден бірдей деуге болады. Яғни қырғыз тілінде қ деген бөлек әріпі жоқ, татар тілінде қ деген бөлек әріпі жоқ, және түркмен тілдерінде. Онда ол ешқайда жоғалған жоқ, өзгерген жоқ. 80 жылға уақыт өткенмен де жоғалған жоқ. Олар айтып жүр кәдімгідей, ғ-ны да айтады, қ-ны да айтады. Одан кейін тағы кейбір біздің оқырмандар сұрайды, кейдің қандай артықшылықтары бар, қандай не себепті біз күйдің орнына кейбір осындай сауалдар бар. Неге кейдің артықшылықтары бар? Кейдің енді кей әрпінің қ деп дыбысталудың артықшылықтары өте көп. Себебі біріншіден бір дәйек келтірсек, ол Қазақстан енді қазір шетелдік халықаралық аренада Қазақстан деп бренд, KZ деген брендпен танымал болып кетті. Барлық жерде KZ, каз деп жазамыз. Бізде оны Q-ға ауыстырып қажеті болмайды. Кей болып қала береді. Одан бөлек сол сайттардың мысалы KZ доменді өзгертудің қажеті жоқ. KZ болып қала береді. Сосын нөмірлер, мысалы, машин нөмірлерінде де KZ жазылады. Ол да KZ болып, кей болып қала береді, Q деп ауыстырудың қажеті жоқ. Бұл енді экономикалық жағын қарайтын болсақ, өте тиімді жол. Ешқандай шығын. Ал судан кейбір біздің оқырмандар сұрайды. Кейдің, мысалы, егерде Q-ді алмасақ, тек қана кейдің, мысалы, оның оқытудың қандай айырмашылықтары болады. Енді менің ойымша, мысалы, мен егер қысқаша өз ойымды айтып кетсем, керісінше осы 70-80 жылдың ішінде біз Кирилл алфавитінде қалған кейбір заңдар біздің орфографиялық біздің ерекшеліктеріміз жоғалды. Одан кейін шетелдіктер бізді қалай түсінеді, балалар оқытылу қандай болады деп сұрақтар бар. Соған жауап берсең егер. Өте орынды сұрақ негізі. Тілді үйрету қалай жүзеге асырады, бұндай жағдайда қиын болмай ма деп. Егер балаларды оқыту кей әрпін, мысалы, қ дыбысына кей әрпін беру арқылы, соны егер балаларға, тіл үйренушілерге үйрететін болсақ, қиын емес деп ойлаймын негізі. Басында түсіндіріп кетеміз.
сөздің жуан жіңішкелігіне, яғни қасындағы жуан немесе дауысты дыбыстың жуан немесе жіңішке болуына байланысты әртүрлі оқылуын бір түсіндіргеннен кейін және кейін мәтінді оқытып үйрете бергеннен кейін олар өздері автоматты түрде үйреніп кетеді. Қиындық соқпайды деп ойлаймын. Қайта бұл ереже қосылғанымен де енді кириллицадан қалған кириллица кезіндегі қателік емес көптеген ережелер, кириллицаға қатысты ережелер енді алпыс жоқ болады ғой латынша. Артық ережелерді оқымайды. Сондықтан бұл жағы оларға аса қиын болмайды. Тағы да қоса кететін нәрсем, мысалы, егер біз Q-ді, Q әрпін Q дыбысы үшін алатын болсақ, онда соған ұқсас Г дыбысын оны қайтеміз. Оған да бөлек әріп керек. Оған латын әліпбиінен стандарт әріп жоқ. Бөлек немесе диграф қосу керек болады. Ол енді уже концепцияға сай келмей қалады. Басқа жолы сол диакритика. Енді диакритика болуы, мысалы, түрктердегі G дыбысы бар, G әрпі бар, үстінде қалпақшасымен, минус шесімен. Енді ол артық әріп болады. Клавиатурада, перне тақтада орын алады. Мысалы, қолжазбада да ыңғайсыз да енді. G деп жазып, үстін түртіп отыру керек. Сонда мен әліпби барынша ыңғайлы, мысалы, барынша қолайлы болса, ыңғайлы. Менің ойымша, жаңа біз айтып кеткен қазір граммарда біздің көрермендерге тағы да айтып кетсек, біздің концепциямыз, біздің көз қарасымыз, біздің ойымыз, ол қазақ граммарда 26 әріп бар және 28 дыбыс бар. 28 дыбыс үшін бар жоғы 26 әріп. Яғни қазақ граммар бүкіл артық әріптерді қазаққа тән емес, біздің тілдік ерекшеліктерімізді ескермейтін әріптерді біз алып тастадық. Дұрыс қой? Мысалы, сол Ф деген Ф дыбысы жоқ бізде, В дыбысы жоқ, Х дегендер жоқ, С, Ч дегендерді алып тастадық. Олар өткені қазақ тілінің фонологиясында жоқ, оларды қосып қайтеміз. Енді көп адамдар айтып, кірме сөздер үшін керек қой, терминдер үшін керек қой деп. Ол терминдер бұрын қазақ тіліне сай етіп бейімделіп өзгерген. Тілдік ерекшеліктерге сай болып өзгерген. Мысалы, телефон деп жүрміз, оны бұрын телефон деп телефон П арқылы айтқан. Тілдік ерекшелігіміз бойынша, яғни П басқа әріптер кірме сөздерді алып тастадық дыбыстарды. Нағыз қазақ қыландырудың жолы ешқандай архаизм емес, ол ешқандай артқа жылжу емес, ол қайта даму, өз ерекшеліктерімізді қалпына келтіріп сақтау деген сөз. Яғни жаңа біздің көрермендер есіңдер, біздің досымыз айтқандай, Сұлтан бауырым айтқандай, біздің осы артық әріптердің алуының себебі, ол біз өз тілдік түбіріне, яғни тілдік тазалығына қайта қалпына келтіру және қайтуге, яғни Ф, Х, кірме сөздердегі әріптерді, артық әріптерді біз алып тастаймыз. Одан кейін ол әрине біздің тіліміз тазарады. Кірме сөздер, ең бастысы кірме сөздер. Қазақ тілінде әсемелі болу керек, дұрыс па? Әсемелі, яғни қазақтың тілдік ерекшеліктерін ескеру қажет. Ескеру қажет, бейімделу қажет. Қазақ тіліне ондай ұсынысты, ұсыныс емес, жалпы ондай жоспар билік өкілдерінде, тіл мамандарында бар оны. Жақында айтып кеткен барлық терминдер, кірме сөздер бейімделеді деп айтып кеткен. Енді сол біздің жобаның басты мақсатының бірі де сол еді. Сол жобаны енді, сол мақсатты, сол міндетті енді тіл мамандары іске асырайын деп жатқанына да бір жағынан қуанамыз. Бірақ енді мына апостроф нұсқасымен
қалай жүзеге асырады, мен шын айтсам ешқандай көрініс жоқ, ешқандай ой жоқ. Дұрыс, бәрібір ешқандай дұрыс болмайды. Апостроф пен диграфиялық түсінгенім бойынша біздің тілдік ерекшелігімізді Иә, олар сақтайды деп айтқанмен ешқандай шындыққа жанаспай тұрған әңгіме. яғни біздің түсінігіміз бойынша диакритикалық әсіресе қазақ граммардың нұсқаулары және біздің мысалы біздің алфавитіміз бүкіл қазақ тілдің ерекшеліктерін ескереді, иә? Яғни біздің қазақ тілімізге реформа керек. Артық әріптерді алып тастаймыз. А егер де сол әріптер қалса в, мен өйткені егер де қазақ тілінің сөздің ашсақ, немесе тіл салаларына сөздің немесе сол жерде в-ге, в немесе ц-ге арналған бірнеше 20-ға дейін мысалы сөздер болды, қалғандары ол тек қана терминология ретінде ғана қолданылады. Сондықтан осы артық әріптерді алып тастау керек. Және диакритикаға қарсы ой пікірлерге тағы да мен айта кететін бір жайт, диакритика ол біздің тілдік ерекшеліктерімізді сақтайтын бір ғана бір не сияқты құрал ретінде бір жол ғана. Ол тек қана диграф немесе апостроф, оның артықшылықтары енді өздерін ескере отырасыздар. Ал Сұлтан бауырым, бүгінгі біздің енді тілдік талдауымыз бізге жақындады. Біз енді ол енді біздің бірінші видео түсірілім, одан кейін тағы да біз түсіреміз. Әрине жалғастырамыз. Өз сұрақтарыңызды Каза Граммарға немесе MQ журналында YouTube каналдарында жазсаңыз болады. Иә, біздің топ 3 түрлі желіде бар. ВКонтакте, Facebook, Instagramда және Телеграмда да бөлек арнамыз бар. Және YouTube-та бар, иә? YouTube-та да бар. YouTube-қа жазып көрсеңіздер болады. Неше түрлі видеолар бар, түсіндірме видеолар. Мен түсінгенше әрбір сол каналдар, арналарда сендердің өз алфавиттерің бар, иә? Онымен таныстырсаңыз болады, ол ашық қолданыста. Одан кейін ең бастысы Каза Граммарда өз несі бар, иә? Нұсқаулар бар. Нұсқаулары ретінде өз перне тақтасы бар. Перне тақта Play Market, иә? Оны жүктеу алуға болады, ғой? Иә, Android жүйесі үшін перне тақта бар, орнамы бар. Play Market'ten қазақ multiple, ағылшынша multiple keyboard деп жазсаңыз шығады. Бұл орнамның ерекшелігі, оның ішінде құр латын емес, кириллица да бар, төте жазу да бар, және біздің латын нұсқасы да бар. Бір орнамды орналастырып, үш тілді ауыстырып қазақша жазуға болады, иә? Сондықтан көрермендерді біз тек қана қазақша жазуға шақырамыз. Қазақ тілін көбірек сөйлесуге, қазақ тілін жақсы көруге, біздің ана тілімізді құрметтейік. Біздің Каза Граммардың нұсқасымен танысыңдар, қолданыңыздар. Play Market'та ол ашық қолдасаңыз болады, жүктеп алсаңыз. Android перне тақта дайын, яғни жаңағы Сұлтан айтқандай, үш нұсқада, үш алфавитте, яғни кириллицада, латынша және төте жазуында. Латынша ол әрине Каза Граммардың ең қолайлы қазақ тіліне нұсқасы. Сондықтан достарымыз, сұрақтарыңызды жаудыра беріңіздер, жазыңыздар. Жауап беруге дайынбыз, әрқашан бәрін түсіндіріп. Достар, келесі кездескенше сіздермен болған Сұлтан екенбіз. Ертемене кешпе, жер астынан шығамыз, ертеңіне кешпе. 5 бармақ жұмылар, 5 бармақ жұтылар. Біз қазақпыз, ішімдікке қымыз тұтынар.